Армысыздар. Бүгінгі біздің сөйлеу жырау бағдарламасының құрметті қонағы біздің ұлағатты ұстазымыз, филология ғылымдарының кандидаты профессор Болат Сағбекұлы ағамыз бүгін біздің сөйлеу жырау бағдарламасының төрінде. Аға, қош келдіңіз. Рахмет, қош келдіңіз. Енді бірінші сұрағымыз жалпы жыраулық өнердің қалыптасуы турасында, жаңағы жыраулық өнердің басқа өнерлерден айырмашылығы турасында сөз қозғасақ. Жыраулық деген енді өнер, әлі сол өнердің синкретизмі күшті кезінде пайда болған түрі ғой. Енді өнер деп, оны өнердің де аясына сыймайды шынына келгенде. Өйткені бұл өнермен қоса кәдімгі қолданбалы, қоғамдық деңгейдегі қолданатын, тіпті тұрмыстық деңгейде қолданатын қолданбалы сипаты да көп болған. Сондай синкретизм өте күшті құбылыс, былайша айтқанда. Тек қана өнер десек оның аясын тарылтып жібереміз. Бұл енді жыраулықпен қоса синкретті өнер түрлері болған дегенде болған. Мысалы, кейінгі дәуірде өркендеген сал шерлер, басқа да түрлі соған жақын өнерпаздар, солардың барлығында синкретизм басым, оларда енді өнерлік сипатта басым, жыраулықпен қарағанда. Жырауда бұнда өнерден гөрі бір мемлекеттік, саяси, сосын жаңағы әлеуметтік, философиялық мазмұн және соған сай қолданбалы қызмет басым жерде өнердің. Бұл енді неден келіп шықты дегенде, өнердің, бұл жыраулықтың, жалпы өнер деп айтпай жыраулық дей берейікші, жыраулықтың болмысы күрделі. Өнер емес нәрсе де бұның бойында тоғысқан. Бірақ бұның одан бұрынғы, мысалы, жаңағы мемлекеттік мәртебеге ие болған бұрынғы бақсылық та бар ғой. Бақсылық бергі дәуірде тек қана бір емшілік, жеке басқа тән, немесе бір адамдар арасындағы бір функцияларды атқаратын, бір емшілік функция атқаратын нәрсе болғанымен, көне замандарда, ғұн дәуірлерінде, ғұн заманында мысалы бақсылықта бір мемлекеттік мәңгі ие болған. Өйткені сол кезде қамдар деп атаған, жаңа қамдар, бақсылардың арғы тегі ғой енді қамдар. Қамдар сол патшалардың қасында отырып, үнемі шешуші рөл атқарған. Өйткені себебі жаугершілік заманда өзі жауынгерлерге қолайлы жағдай туғызып, қарсылас жауларға қолайсыз табиғи жағдайларға тууына әсер етіп, сондай үлкен маңызды мәселелер атқарғандықтан олар мемлекеттік мәртебе берілген оларға. Бірақ ол бергі дәуірде оның бәрін жырау алмастырды. Жырауда сонда жыраудың алмастырғандағы ең басты себебі не деген сұрақ туындайды. Оның ар жағындағы қам, яғни көне бақсылықты, басқа да өнер синкретизмінің атқарған басқа топтардан орнын бәрін басып, мысалы хандық дәуір әдебиетінде жыраулық әдебиеттің де, саясаттың да төріне шықты ол. Басқалардың бәрін ығыстырып шығарды десек болады. Ақындық өнер ол кезде пайда болған жоқ. Сал серілік, басқа да тағы басқа көнеден келе жатқан деп есептейді, мысалы, Едіге Тұрсын сияқты зерттеушілер. Бірақ олардың бәрін жыраулық ығыстырып тастаған. Билер институтында ығыстырып тастады ма? Жоқ, билер институты ол қатар болды, оған да қазір тоқталамыз. Бұл жерде жыраулық деген бұның өнерлік сипатын, мысалы жаңа билермен айтып отырған билермен өнерлік салыстырғанда олардан өнерлік сипаты басым болатыны бұл поэзияға құрылған. Ал енді шешендік сөздер дейді, онда да поэзияның элементтері көп. Онда да ырғақты сөйлеу, онда да ұйқас, поэзияға тән ассонанс, аллитерация, тағы басқа көркемдік құралдар поэзиялық көп қолданылады онда да. Бірақ шешендік сөздерді сөз деп айтқанының өзінен ақ халық оларды поэзия деп есептемегенін білеміз. Мысалы, қазақ өзі бөліп көрсетіп қойған. Жаңағы шешендік сөз, нақыл сөз, мақал сөз деген сияқты сөз деген сөзді қосып айтқанына қарағанда оларды
поэзия деп мүлдем есептемеген. Ал мыналар енді бұл кәдімгі поэзия үлгісі болып саналады. Бұл өнер ретінде айтып отырмын ғой мен жаңа. Өнер ретінде өзге өнер деп есептеліп келген өнерлік сипаты бар нәрселердің бәрін ығыстырып шығарды. Енді бұл жыраудың енді тарихты сахнасына осы хандық дәуірде жетекші орынға шығуындағы не себеп десек, бұл жерде бұл ислам дінінің ықпалы келіп көрінеді. Өйткені мысалы бұрынғы алдындағы жаңа бақсылардың, қамдардың жаңа айтатын сөздермен, одан бұрынғы көне жазбалардағы, көне түркі жазбадағы жазулармен салыстыратын болсақ, бұнда философиялық мән басым болған жырауларда. Мысалы осы алғашқы жырауды алайық. Алғашқы жырауды бізде барлық мына түркі халқында сыпыра жырауға тіреледі көбісі. Көбісінің айтасын осы батырлық жырларды да, осы жыраулық өнерді де кімнен басталып десек, сыпыра жырауды айтады. Сыпыра жырау дегеннің атының өзі сопылық термин екенін көрініп тұрады. Сыпыра жырау деген бұл адамның өзінің аты болмаса керек, лақап есім болу керек. Бұл негізінен мысалы анау көне замандарда, өте ерте жазбаларда, насабынамаларда жатады. Сахифаи сафрау деген. Сафрау деген, сафрадау деген мысалы нелерді айтылады. Осы башқұрттарда, басқа түркі халықтарында. Сахифа сафрау деген бұл не? Сыпыра дейміз ғой қазақша. Сыпыра дастархан иесі деген. Дастархан дегеніміз бұл пайғамбарымыздың хадисінен келіп шығады. Онда жаңағы айтады, сендер жәннаттың бақшасының қасынан өтіп бара жатсаңдар тамақтаныңдар дейді. Соны сахабалардың сұрағаны бар. Ол не деп? Ол кәдімгі біздің өзіміздің қазіргі діни басқармадан ресми түрде шығып жатқан кітаптарда қазір кеңінен айтылып жатыр осы. Мысалы жаңа қалып деген кітап шықты, сосын жаңағы ихсан деген кітап шықты. Соларда беріледі осы нәрселер. Осы хадистер айқын көрсетілген. Сонда айтады, ол не дегенде хилахул зікір дейді, яғни алқа зікір дейді. Бұл Қожа Ахмет Яссауидің жаңа үлгі еткен ғибадат түрі, ең басты ғибадат түрі. Сонда осы ілімді меңгерген адамды дастархан иесі, яғни сахифаи сафрау деген, сыпыра дастархан, сахифа деген иесі деген. Сонда дастархан иесі, рухани ілімді алып келуші, жұртқа дастархан, қақ дастарханы жайылса. Қожа Ахмет Яссауида да айтады ғой, әй дәрушілер қақ сұфрасы жайылды, әй дәрушілер келіңдер, қақ сұфрасы жайылды, аннан үлесі алыңдар дейді. Міне сол алғашқы жырау кімнің? Сыпырадан бастау болады дейсің. Сыпыраның атының өзінде осы сопылық термин, лақап есім болып берілгеннен біз осыны байқаймыз. Ал енді бер жақтағы мазмұнды қарайтын болсаң, Шалкейізде де, Доспанбетте де, Қазтуғанда да, тіпті Қазтуғанды қарап отыратын болсаң, бұл кәдімгі ислам дінін мақсатты түрде жайған адам көрінеді. Мұсылман мен кәуірдің арасын бұзып дінді ашқан дейді. Дінді ашу деген сөз, бұл ашу деген етістік есікке қатысты қолданылады. Етістікке қатысты қолданылады. Есікке қатысты қолданатын. Есікті ашасың, қақпаны ашасың. Ал енді мысалы бізде бап деген сөз бар. Бап деген сөз бұл арабшадан аударғанда есік деген. Сонда бұл жыраулардың ең басты функциясы, ең басты оның жаңағы философиялық ондағы мазмұнның күрт артуы алдыңғы дәуірлерден. Және әлеуметтік мазмұнға молая түсуі барлығы да осы олардың бір жағынан жаңағы рухани басшы болғанымен байланысты. Бұл және тек қана мемлекеттік ханның қасында отырып кеңесші ретінде мемлекеттік қызметтерді атқарған жоқ. Сонымен бірге халықтың рухани саулығын қамтамасыз етті бұлар. Бұлар халықтың рухани деңгейінің өсуіне қызмет етті. Және халық пен ханның арасын байланыстырғанда осы тұрғыда байланыстырды. Ол ханды үнемі қолдаушы адам. Неге десең, өткен себебі басшының қадірі болмаса, халық ол басшыны құрметтемесе, онда дұрыс ұйымшылдық болмайды, халықта бірлік болмайды. Ол кәдімгі бұл жаңа мен айтып отырған Қожа Ахмет Яссауи іліміндегі рабди сұлтан деген үлкен принцип ол. Басшыны
құрметтеу, Қағидасы. басшылықты кие тұту. Бірақ енді кейде жыраулардың ішінде басшыларға қарсы сөйлеген кездерді де байқаймыз. Қарсы шыққан. Бұл неде? Дәл осы жерде, мына жерде халықтың рухани деңгейінің құлдырауына немесе теріскі бағытқа кетуіне себеп болатын қателіктер жасаған кезде ол жаңа басшыға қарсы өзінің көзқарасын ашық түрде халықтың атынан айта білген. Былайша айтқанда, ол халықтың халық болғанда тобыр емес, мынау руханиятқа бет бұрған. Мәңгілік ел деген не мысалы? Мәңгілік ел деген ол өте ертеден келе жатқан ол түркілік термин. Міне біз бүгінгі күнде де осы терминді жаңартып отырмыз. Неге келгенде? Баяғы ескі түркі жазбаларында мәңгі ел деген ұғым бар, мәңгі ел. Мәңгі ел деген мәңгілік мына дүниеде еш нәрсе жоқ деп өзіміз айтамыз. Ендеше неге мәңгі ел деген сөзді қолданамыз біз? Бұл жерде бұл дүниенің өзінде бір мақсатта болып, арғы дүниеде де сол мақсатпен тұтас күйде бірге болатын халықты, этносты соны мәңгілік ел деп соны айтады. Сонда ол екі дүниеде бірге болу деген немен байланысты? Оның алған бағытының жаратушыға қарай көш түзеуімен байланысты. Сонда бұл жерде жыраулар хан мен халықтың арасын байланыстырғанда осы руханият төңірегінде байланыстырды. Ал енді ханға қарсы шыққанда да осы руханият жолға қайшы келетін жерде ғана қарсы шықты. Біз қарап отырсақ тек қана осыны көреміз. Егер сөйлеген сөздердің Бұхар жыраудың Абылайға айтқанын, Шалгиіздің Темір биге айтқанын, бәрін басқа да осындай бір жақтағы мысалы жаңағы басқа да осы сияқты ханға сын айтушы жыраулардың кез келгенін қарасақ, олардың жаңа ақиқаттан тайған кезінде ғана осылай қарсы. Басқа уақыттың бәрінде ол ханның қорғаушысы, ханның қолдаушысы, әрі кеңесшісі болды. Бұл билерден бұлардың айырмашылығы неде? Біріншіден, жаңа бұлар таза не түрінде сөйледі, жаңа поэзия тілімен сөйледі. Тіпті Бұхар жырау туралы айтады. Бұхар жырау ешқандай көмекей әулие атанған ол. Қара сөзбен сөйлей алмайды дейді. Сөйлесе болды, аузынан өлең төгіледі. Демек ол басқа уақытта сөйлемейді деген сөз. Мына қазақта тіл ораза деген бар. Тіл ораза деген тілін тыйып күндіз-түні ешқандай дүние сөзін сөйлемей жүреді. Бұндай адамдардың аузынан егер сөз шығатын болса, ол сөз кез келген адамның жүрегіне кәдімгі тікелей барып қонады. Ол 100 адам отыра ма алдында, 1000 адам отырады ма, әбден жүрегін кәдімгі қара басқан, бір жүрегі тасқа айналған, бір қабылдамайтын біреу болмаса, ол жерде жүрегінде көкейінен саңылауы бар адамның бәрі жыраудың алдынан келгенде басқа адам болып шығады. Неге? Өйткені олардың айтылған сөзі біз сияқты емес, басқа. Қазақтың мақалы бар ғой, бір сөзді биді айтады, құлды айтады, бірақ құлдың аузын дуасы жоқ деген. Неге? Ол өйткені себебі сөздің қадірін біз білмегендіктен, төгіп шашып жүргендіктен ол әсер болмайды. Ал бұлар әр сөзді алтын есебінде бағалап, қажет кезінде шығаратын болғандықтан, бұлар кез келген бұлардың сөйлеген сөзі халықтың жүрегіне барып қона кетеді. Міне көрдіңіздер ме? Сонда жыраулар енді жаңа билерге келген кезде, қараған кезде, билер негізінен алғанда мынау ел мен елдің арасындағы нәрсені болсын, жеке адамдардың арасындағы нәрсені болсын, тұрмыстық мәселелерге бұлар араласқан. Тұрмыстық мәселелерге. Руханият мәселесінде ол жыраулар жаңағы алдың орынға шыққан. Көрдіңіз бе? Сонда бұл жыраулардың орны ол билерден де кейде жоғары тұрады десек, біз артық айтқан емес. Өйткені бұл жерде бұл сол халықтың рухани деңгейіне жауапты адамдар. Олар жаңағыдай мұсылман мен кәуірдің арасын біз жаңа ашқан деген есік деген келдік қой біз. Бап деген сөздің өзі қақпа дегенді білдіреді мысалы. Қақпа демек сен ашу дегеніміз не? Ол бап деген
сол мысалы біздің даламызда көптеген жаңа арыстан баб, жаңа оның қасында жатқан лашын баб, қарға баб, тағы басқа өзінің атынан ысқақ баб, әбіләзиз баб деген алғашқы ислам дініне әкелушілер бар. Сонда солардың қызметін бер жақта жалғастырып әкеткен жыраулар болып тұр. Жаңа дінді ашқан деген сөз дәл сол баптық қызмет, яғни қақпа. Сен сол адамдардың рухани халіне жеткен кезде есіктен басқа әлемге енесің деген сөз. Рух әлеміне енесің деген сөз, көрдіңіз ба? Сонда бұл қазтуғандар сондай рухани тұлғалар болған. Міне бұл жерде үлкен, бұл енді айтып отырмыз, билер, шешендер осы дәуірде болған болса, жаңа бұл жерде тұрмыстық мәселеленген бұл мемлекеттік және рухани мәселені. Ең басты адамдардың адамгершілігі, адамгершіліктен таймау, әділеттен таймау деген сияқты жауапкершіліктерді мойнына алған, және бұны поэзия деп есептелетін үлгіде бұлар жеткізген. Не себептен? Абай атамыз айтады ғой жаңа. Ақылмен ойлап білген сөз, ойға жұқпас сырғанар, ынталы жүрек сезген сөз бар тамырды қуалар дейді. Яғни жүрекке әсер ететін, сезім арқылы қабылданатын нәрселер ол адамның қанына сіңеді, одан сүйегіне дейін сіңіп кетеді. Міне сол жаңағыдан ең маңызды рухани мәселе болғандықтан бұлар поэзияны ғана, тіпті жаңа Бұхар жырау сияқты тек қана поэзияны қолданған тұлғалар деп айтсақ болады. Сондықтан да бұл жыраулар деген не жаңа, ал енді шешендер бұл дау, дамай жаңағы әкімшілік реформа бойынша. Әкімшілік сондай. Бұл жаңағы елдің арасында тыныштық, дүние мәселе былайша айтқанда. Екі елмен, бір елмен, бір тайпамен арасында қақтығыс болса, ол көбінесе негізгі жер дауы, жесір дауы болды, сосын ар дауы болды, осы үш дау. Осы үш дауды шешуге арналған негізінен алғанда. Ал енді оларда да мысалы енді бұл жерде арасында бір Қытай қорғаны жоқ. Шешендердің кейде мысалы жырауларша толғап кетіп толғау айтатын кезі бар. Ал жыраулардың да жаңағы ақын жыраудың да жаңағы кейде шешендер жоқ жерде олардың да осы мәселеге араласып кеткен жерлері бар. Олар бірінің қызметін атқара алады. Бірақ негізінен әрқайсысының өзінің бейімдігіне байланысты болу керек, басқа да ерекшелігіне байланысты болу керек. Олар жаңа осының біреуін баса ұстанған өмірде. Менің сұрағым келген жаңағы мысалы Сыпыра жырау би ішінде биікпін дейді, ел ішінде иықпын дейді. Енді керек болған сәтте мен биден де биік болатындай дәрежем бар деп айтады. Не болмаса мысалы Майқы бидің сөздерін айтатын болсақ, жыраулы билер туралы мынандай сөздер бар, парақор болса биің жаман дейді. Немесе халық түсінігінде халық нақылына айналған сөз бар, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді. Немесе бергісі Абай атам айтады, бас-басына би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ бі елдің сиқын дейді. Билер туралы осындай бір сөздер бар да, ал жыраулар туралы қарасақ, бұндай бір екі-үшті сөздер, мақал мәтелдер, нақылдар сақталмаған. Сонда билер институтының бұл әлсіреуі деп айтамыз ба, әлде? Жоқ, жаңағы мәселеге байланысты. Ол жаңағы бұл дүниеви мәселелерді шешкендіктен. Дүние деген өзің білесің ғой енді. Дүние мәселесі ол дүниемен бірге жүреді қай кезде. Жаңа пара дегеніміздің бәрі ол сол дүниеви мәселелерге байланысты. Яғни енді жыраулар ол өзінің өмірін тәсілім етіп, былайша айтқанда өзін құрбан етіп, соған өзі саналы түрде осыған барған адамдар олар. Ақиқат жолымен. Мысалы, Бұхар жырау туралы айтады ғой жаңағы. Қандай құрметті адам халықтың алдында, ханның алдында қандай құрметті адам. Бірақ жаңағыңызда айтады ғой, үйіне келгенде кел түйіп жатады. Жаңағы беретін бір жаңағы сойып беретін малы жоқ. Айтады, түзде жүрсем батырмын, үйде жүрсем қатымын дейтін әңгімесі бар ғой. Дәл осы мысалы жыраулардың тұлғасын танытатын деталь осы. Ол жыраулар өзі бұл дүниеге қызығушылығын мүлдем жойған адам болмаса, ол жырау бола алмайды. Жырау деген атақ оған берілмейді. Ал енді билердің жаңағы шешетін мәселесі, дүние мәселесі болғандықтан, бұл жерде жаңағы
жеңісіне жалғасу, басқа да нәрселер араласып Сондай кетіп сөздер отырған. Енді ол жерде ол парақорлықты біз қазіргі парақорлықпен салыстыруға келмейді тіптен. Мысалы, жаңа ол жерде бір Құрбанғали Халидтің тарау тауарих хамсасында бір керемет мысал келтіреді осыған. Би, ол бергі замандағы би ғой, әбден жаңағы қазақтың хандық билік жүйесі әлсірей бастаған, бидің қадірі кете бастаған. Сонда жаңағы байсүйік, байс екі рудың арасында бір кішкене ағайынды ру, ана жерде жаңағы қайсы еді, мен қазір есіме түспей отыр. Сол байсүйіктің бір кісінің жылқысын ұрлап алып, біреу келеді, өзінің інілері жаңағы бидің. Сонда жаңағы даулап келген кезде әйелі, жаңағы бидің әйелі, өзіңнің інің болады, анау мынау өйтіп қалай болса да осыны сөзден тоқтатып жеңіп бер деген кезде, соған іштей дайындалып отырғанда жаңағы әлгі дау айтушы адам кіріп келеді де айтады: байсүйіктің баласымыз, күн ертең Құдайдың алдына барасымыз деп, жаңа Құдай алдында қалай жауап бересің деген сөзді айтқан кезде, әлгі би еңкілдеп жылады дейді. Бар, тілі келгенін қайтарып бер, мен деген айтуға шамасы келді дейді. Көрдіңіз ба? Бұл жерде бәрібір сондай мынандай тұрмыстық, отбасылық, басқа да ықпалдармен ол билер жаңағы кішкене бір жолдан таямын десе де, бәрібір олардың рухани деңгейі ол нәрсеге жібермей отырған. Түптің түбінде негізгі шешуші әңгімені айтқан кезде, бәрібір олар жаңағы өзінің қалпына келіп, әділдік жолына түсіп отырған. Ал енді бергі заманда ол енді әбден 20 ғасырдың басында би дегеннің өзі қадір кеткен замандарда бір жаңағы биге лайықты емес адамдар мүмкін болған шығар. Пара деген нәрсе болған болу керек, ол бергі замандағы нәрселер. Бірақ жырауларда неге болмайды? Жыраулар институты өзінің функциясы, рухани жаңағыдай функция атқарылатын кезде кетті. Ол функцияны атқара алмайтын қандай мықты адам болса да, рухани лайықты соған адам болса да, ол функцияны атқара алмайтын заманға келген кезде жыраулар да тарих сахнасынан кетті. Сол себептен оларда жаңағыдай оларға қатысты негативті сөздің сақталмағаны да сол. Олар жаңа хандық дәуірмен бірге жасады. Негізгі қызметтер, хандық дәуір. Билік дегеніміз тұрмыстық нәрсе болғасын, ол беріге дейін кеше 20 ғасырдың басына дейін келді. Жақсы аға, рахмет. Енді жалпы түйінді сұрақ болсын. Сіз жалпы өз еңбектеріңізде де жыраулық өнердің ерекшеліктері турасында да сұрқылтайлық сөзіне тоқталасыз. Жалпы осы турасында айтып берсеңіз, одан кейін жалпы сіздің өзіңіздің пікіріңізше жыраулықтың енді жаңа өнерден де жоғары дедіңіз ғой, жалпы жыраулық дәстүрдің ең бірінші қызметі ақындық деп есептейсіз бе, әлде оның мемлекетшілдік тұрғыда бағалайсыз ба? Жоқ, бұны айттым ғой жаңа мен. Бұл кәдімгі рухани басшылық. Дастархан иесі, рухани ілім иесі. Бұлар Абай атамыз айтқанда ең төменгі дәрежесі бұның жүректің көзі ашылса, адамның хикмет кеудесі дейсің, кеудесі хикметке толған, жүрек көзі ашылған, жүрек көзімен біз көрмейтін әлемдерді көретін, керек болса Алланың дидарын көрген. Жаңа кім өзі айтады ғой, Бұқар жыраудың Абылай ханға: бір Алланың дидарын сен көрмесең кім көрер деп. Сол сияқты өзі рухани әлемдердің барлығын шолитын сондай деңгейдегі адам бұлар. Ең басты ерекшелігі осы деп айтуымыз керек. Бұл рухани ілімнің иелері. Ол ақындық қызметтен де жоғары. Ол ақындық қызметтен жоғары. Енді ақындық қызмет бұлардың жаңа атқарған ірі мемлекеттік және рухани функциясын атқаруға қажетті ол құрал. Өте қажетті құрал ол. Ол айтып отырмын, жаңа Абайдың сөзін мысалы келтірдім. Жаңағыдай рухани мәселелерді қара сөзбен жеткізуден гөрі өлеңмен жеткізу қолайлы. Өйткені ол адамның жүрегіне қондыру керек нәрсе. Ол сезім арқылы жүрекке барып қонатын ол жерге тәсіл керек. Ол осы жерде поэзияның жаңағы әлеуеті қара сөзден гөрі басым. Сондықтан да олар қаласа да қаламаса да өзі
ол ырықсыз түрде болуы мүмкін. Өзінен өзі жаңағы кімнің Бұхар жыраудың жаңағы өлеңсіз сөйлей алмайды деген Көмекей әулие атанғандығы сияқты бәрі сондай жағдай. Бұлардың бәрі қазақтың тілімен айтқан Абайдың сөзімен айтсақ толық адамдар, қазақшалап айтсақ әулиелер бұлардың. Аттарының өзі айтып тұр ғой жаңағы. Көмекей әулие дейді, басқа дейді. Сыпыра жырау дейміз, жақсы, рахмет. Енді жалпы қазіргі жыраулық үлгі, синкреттілік, мысалы жырау деген ұғым қазірде жалғасып сабақтасып жатыр ғой. Осы турасында және сұрқылтайлық турасында бір ауыз түйін деп айтсаңыз, сонымен бағдарламамызды қорытындыласақ. Сұрқылтайлық дегеніміз бұл жаңағы әр ханның тұсында бір сұрқылтай бар деп. Билеушілердің тұсында жаңағы сол кеңесшілік, ханды тура жолға салып отыратын, ханның бағыт бағдарын айқындап отыратын сондай бір кеңесшілік, ақыл берушілік қана емес, сонымен бірге рухани басшылық деп айтсақ болады. Ханның өзіне ол жол көрсетіп отырған. Әрине хан, бұл жерде ханның функциясы сол нақты мынау кәдімгі рухани басшылықтан алынған кеңес бойынша ары қарай оны мына өмірлік қолданысын бәрін хан атқарған болатын болса, оның бастапқы қай бағытта жүретінін көрсетіп отырған жыраулар болған. Сұрқылтайлық дегеніміз негізінен алғанда осы, ол беріге дейін болды, ханның қасында кеңесшілер болды. Ол жаңа рухани басшылықпен байланысты. Рухани бұл дәрежесі болмаса, оны атқара алмайды. Сол негізінен алғанда. Сосын жаңа тарих. Қазірде мысалы жыраулық ұғымның қазіргі жалғасуы, мысалы жырау деп атап жатамыз. Жырау деген сөз беріге дейін келді, мысалы. Қазіргі күнге дейін мысалы жырау деген сөзді қолданады. Мысалы Қарақалпақстан қазақтарында көп сақталған. Оларда той томалақ, мына астардың бәрі жаңағы жыр айтусыз өтпейді. Олар бірақ эпикалық жырды айтушыларды сақталып қалған осы қазір. Бізде де сондай болған ол. Ер кезде бірақ бізде мынау әсіресе Есмағамбет Смайыловтың Ақындар деген кітабынан кейін ғылыми термин ретінде халықтық атаудан біз алыстап кеттік. Мына мысалы бізден туыстас халықтар, қарақалпақтар, ноғайлар, сол бұрынғы халық атауды сақтап қалды олар. Қарақалпақтар әсіресе, Қарақалпақстанда қазақтар да сондай жырау деп эпикалық жырды айтатындарды бергі дәуірде айтты. Неге? Өйткені жыраудың, бұрынғы жыраудың ең басты функциясының біреуі ескі тарихты білуші деген мағына болды, бір қыры. Ол осы анау бұрынғы жыраудан қалған ең маңызды нәрсе осы болғандықтан ескі жырлар, бұл енді қаһармандық жыр деген ескі тарихты білу халықтың ұғымында. Ол біз үшін көркем шығарма болғанмен, халық ұғымында ол ескі тарих. Соны көп білуші деген мағынада ол эпикалық жырларды айтушыларға қолданды. Бізде де солай болған. Марабай жырау дейміз, мұрын жырау дейміз, мысалы. Қарап отырсақ бәрі бұлар эпосты айтушылар. Енді бірақ термин ретінде 56 жыл ғой, 56 шықты ғой, ақындар. 56 жылдан кейін бізде мектепте оқимыз, жоғарғы оқу орнында оқимыз, осы термин халықтық атау мен ғылыми терминнің арасында қайшылық болды. Жырау деп жаңа біз сол бұрынғы хандық дәуірдегі жаңа поэзия өкілдерін айттық та қойдық. Жаңағы халық жырау деп атаған, жырау деп атаған эпикалық жырды айтушылар біз жыршы дедік одан кейін. Осыдан байланысты. Бұл енді жасанды нәрсе біздікі. Ал енді халықтық атауда олар жырау деп аталды. Жырау ретінде есептелінеді. Жақсы, рахмет. Бүгін біздің сөйлеу жырау бағдарламасының құрметті қонағы біздің ұстазымыз Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Болат ағамыз біздің құрметті қонағымыз болды. Аға, Ахмет атамыз айтады ғой, тән көмілсе көмілмес еткен ісім, ойлайтындай мен емес бір күнгісін, жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, ел бүгін жүл, менікі ертең үшін дейді. Ертең үшін қызмет атқара беріңіз. Аман сау болыңыз.